Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеомызда Аллах тағаланың көркем есімдерінің кемшіліксіз пәк сипаттары мен қасиеттерін одан әрі кеңірек ұғынатын боламыз. Аллах тағаланы танып білуге кеткен уақыттарыңызды Аллах тағала сауаптар мен берекеге толтырсын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны Алла разылығын тілейтін достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Алдыңғы видеоларда біз Аллах тағаланың 1 мен 21 аралығындағы көркем есімдеріне тоқталған болатынбыз. Келесі кезекте 22-ші көркем есім Әл-Басит, кеңейтуші, ал толық мағынасы жаюшы, кеңейтуші, шомарт, үлес беруші, өз ризық нығметтерін қалаған құлдарына береді. Әл-Басит есімінің қасиеттері: Я Басит деп зікір етіп жүрген адам жүрегіндегі қорқынышы мен уайымынан арылады екен, кең пейілді болады, көңіл күйі көтеріледі, қиындықтарынан құтылады, ризық несібесі артып, абыройлы болады, және де жүрек көз ашылады екен. Ал екінші қасиеті: кімде-кім таңғы намаздан кейін осы есімді 72 рет қайталайтын болса, ризық несібесі молая түседі екен. Қатты қайғырып жүрген және бір нәрседен қорқып бата алмаған жан Я Басит деп көп қайталайтын болса, бойындағы қорқынышы мен үрейінен арылып, оның орнын қуаныш пен шаттық басады екен. 23-ші көркем есім Әл-Хафит, төмендетуші, түсіруші. Толық мағынасы түсіруші, төмендетуші. Алла тағала кәпірлерді тозақтың түбіне түсіреді және кәпірлерге қайғы, мұң мен зар және азап береді. Әл-Хафит есімінің қасиеттері: жаманшылықтардан, бәле-жалалардан, жаман адамдардан қорғану үшін осы көркем есімді 1481 мәрте оқу керек екен. Ал бұл көркем есімді 500 мәрте қайталаған жанға Алла тағала тілегін қабыл етіп, қиыншылықтардан құтқарады екен. Ал 24-ші көркем есім Ар-Рафи, жоғарылатушы, биіктетуші. Толық мағынасы жоғарылатушы, биіктетуші, көтеруші, өзіне жақын құлдарының беделін бұл дүниеде де, ақыретте де көтереді. Мінекей осындай мағынаны білдіреді екен. Ар-Рафи есімінің қасиеттері: кімде-кім осы есімді күнде 351 рет қайталайтын болса, адамдардың арасында және жұмысында дәрежесі жоғары болады екен. Ал екінші қасиеті: осы есімді үзбей қайталап жүретін адам алуан түрлі игі істерге себепші болады екен. Сонымен қоса ризық несібесі де артады. Алла тағала залымның зұлымдығынан және кедейшіліктен қорғайды екен. Алдағы уақытта Алланың қалауымен сіздің уақытыңызды берекеге толтыратын, сауаптарға толтыратын, Алла тағаланың разылығына бөлейтін көптеген видеолар жарық көретін болады. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.